Армысыздар, құрметті ханымдар мен мырзалар. Бүгінгі біздің Томос Talks подкастына қош келіпсіздер дей отырып, енді біздің отырған көрермендерімізге біздің подкасттың қатысушыларын таныстырып өтейік. Алдымызда отырған Әділжан, ол біздің блогер, Қазақстанның кезінде Қазақстанның КВН-нің ең басындағы бастамасы болған, біздің Томос Education'ның құрылуына үлкен үлес салыстырған біздің Әділжан ағамыз отыр. Сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіздер ме? Және Дәурен аға бұл Томос Education'ның өзінің жаңағы қазіргі акционерлерінің бірі. Осы Томостың ең басында құрған кісі. Сондықтан да қош келдіңіз, Дәурен аға. Қайырлы кеш, құрметті ағайын. Иә, және сіздің атыңыз кім еді? Мен де салып қалсам да, Нұрлан. Қалжың айтамыз. Нұрлан Қоянбаевты бәріміз Қазақстан бойынша емес, бүкіл әлем бойынша да таниды. Сондықтан да біз кезінде, сіз де қош келдіңіз. Осы біздің подкастымызға қош келдіңіз. Менің аты жөнім Дәурен. Сол Өзіңізді таныстырып кетсеңіз, Дәурен мырза, сіз қай жерде жұмыс істейсіз? Осы кісілермен бірге ортақ бір нәрселерім бар да, сол үшін осы дастарханда отырмын. Тамаша. Қош келдіңіз. Қош келдік. Рахмет, Дәурешке. Мен өзім енді бұрынғы заманның адам болғанмен үш тілде сөйлеуге үйреніп қалдым. Сондықтан да араластырып орысша да орыс аудиториямызға сөйлеп берейін. Сегодня у нас Томос Talks подкаст, и вот собрались удивительная пара молодежи, пара человек, которые разница всего 2-3 года, КВНщики, спортсмены, комсомольцы, в конце концов, просто красавцы. Это известный всем и знаменитый Нурлан Қоянбаев. И менее известный всем, но очень знаменитый в своем кругу, каратист, двукратный чемпион Азии по карате, финансист Дәурен Ибраимов. Но не менее важными считаемся мы динозавры, скажем так, последние в истории секретарь ЦК ВЛКСМ Казгу, который возродил КВН в Казгу, Аджан Латифович Бектенов, бизнесмен, меценат, народный блогер. И ваш покорный слуга, основатель школы Томос Education, сегодня наш подкаст называется «Томос не зря», Каупанбаев Дәурен Туленович, который тоже на 2 года младше Альжана, и мы играли в STEM, и мы также занимались когда-то давно спортом, поэтому будет интересно вот эти две параллели временные. Мы 80-ники, и они 70-ники, и узнать наше мнение, как мы на образование, на жизнь. Поэтому, Дәурешка, жаным, қазақша жалғастыра бер. Иә. Менде енді Томосқа қатысым бар. Қызым, ұлым Томос Education'да оқиды. Жақсы оқып жатыр. Әңгіме сөйтіп бастайық десем. Бүгін футбол бармайсыздар ма? Үлгіреміз ба? Бүгін футболға үлгерсек енді барамыз. Біз барамыз, міндетті түрде барамыз. Әлжан ағаң екеуміз. 10 адам футбольный союз Әлжанға сыйлап берді, тегін, ақша төлемейміз. Не деген Төлесек те бар еді. Не деген Сіздермен араласып жүру керек екен. Немеремді апарып жатырмын. ютубтан шығару керек оны. Немеремді апарамын, 2 баламды, күйеу баламды, досымды, досымның баламын. Әдеке өзді қодаңды алып алсын ба? Біздің айтып атқанымыз барады. Қайрат алға чемпион. Біздің айтып атқанымыз Қайрат пен Пафостың ойыны. Бүгін Кипрдің Пафосы келеді. Пафос приехал в пафосный город. Пафос приехал домой. Пафос приехал домой. Ну, раз про футбол начали, тогда про футбол. Все-таки Қайрат это с детства команда моей юности, молодости. Вот сейчас какое-то возрождение идет, ренессанс интереса к футболу в Казахстане. И смотрю, полные стадионы. Қайрат Жетісу, полный стадион. Астана Астана Ақтөбе, полный стадион. Қызылорда Алдыгүні, полный стадион. Это очень приятно, и неужели мы выйдем вообще когда-нибудь, вот такое было, какая-то стагнация какая-то, 30 лет такое безнадеги было, а сейчас какое-то вот прям восприятие, вот последние 2-3 года, когда сборная наша начала выигрывать, тогда был большой интерес, и сейчас вот наши клубы поднимаются, прям жирно. Адике, я вам больше скажу, лет 15 назад я был в одном баре футбольном, и вы не поверите, 3 молодых наших казахстанца
повздорили буквально до каких-то кулачных разборок, что 6 нашими казахскими тоже молодыми людьми, казахстанскими. Одни болели за Ливерпуль, а другие болели, допустим, я не помню, ну, пусть будет Челси, я не знаю, Манчестер Юнайтед. И вот тогда мне было до боли обидно. Я понимал, что это наша вина, потому что, ну, легко болеть за Баварию. Вот, наливай да пей. Точно сказал. Она сильная, она всех, у нее там во всем мире многомиллионная армия. А ты попробуй болеть за ЖТСУ, за Кызылжар, за Иртыш, за Хайрат. Ну, я ходил в детстве на матчи Хайрат. Но то, что мы вот это потеряли, я увидел наконец-то после матча Хайрат Реал, когда вот эти семилетки, они всю жизнь теперь будут с Хайратом. Это зерно зародилось, теперь Хайраттың армиясы, Жайынкөйлердің армиясы үлкейеді, көп болады. Алла бұйырса, сол арқылы Қазақстан, отанымызда футбол дамиды, даму керек. Сондықтан да өте дұрыс. Бірақ сегодня мы подкаст Тамос Кост. Давайте поговорим немножко об образовании. Вот мы 80-е, да, все понятно, это как бы ренессанс, апогей развития советского образования. Мы закончили физико-математическую школу, потому что кузницу наших рекордов для нашего бизнеса, для госчиновников. Ну, не скромно, но это факт. Когда факты налицо, надо говорить, что Рахимшат на самом деле это было как бы через сит отбора. Вот. И здесь идет другой факт. Ауылдан келген, Шиелі, Қызылордадан истфакқа қазірге түскен жас бала Нұрлан ол кезде почти что ауылдан келген, бірақ Алматыда туып өскен наркодың жігіті, қап-қара домалағымыз Дәурен Ибраимов. Өздері КТЛ-ді бітіріп, қазіргінің нархоздың қай факультетінде? Менеджмент маркетинг. Менеджмент. Сол қай жылдары олардың көзқарасы білімге, олар бізден ақылды. Мысалы, мен оны 100%, 100% білемін. Өйткені Дәурен менен гөрі жақсы ағылшынша сөйлейді, өзі банкир, өзі каратек. Бірақ фундаментальный математика жағынан мы еще поспорим, да, Адике? И вот я думаю, вот хорошо, вы застали, мы были у истоков, вы застали, а теперь молодежь. Куда идет современное образование? В каком ключе? Потому что есть такая парадигма, что школа старая, это все-таки обслуживала интересы научно-технического прогресса старого, фабрики, заводов. Это там в заводе есть смена, в школе есть смена, в заводе есть форма, здесь униформа. Там есть конвейер, надо выпускать продукцию, здесь выпускники. Ну, все, что это, школа старая немножко устаревает в плане того, что слишком уравнивает, нет индивидуального подхода. И вот что вы думаете, Нұреке, сіз не ойлайсыз, Тамос мектебі әрине жақсы, мен өз мектебімде жамандауыма болмайды, бірақ жалпы қазіргі мектеп неге бұрынғыдай қазақ елімізге жаңа жазушыларды, мықты жазушыларды алып келмейді? Неге ұлы ғылымдарды алып келмейді? Неге жасамайды? Неге енді даже госчиновниктерді айтуға енді шын айту керек, қазіргі бұрынғы адамдардан кішкене енді бұрынғы адамдар настоящие были стальные вот личности. Почему сейчас происходит, что не готовят личность? Или это проблема всего общества, или это проблема воспитания, или проблема образования? Соны талқылайсыз. Ал, Дәке, Да. не дейсіз? Мен жалпы енді қосып кетейін, жалпы енді білім саласында енді көп нәрсе білемін деп айта алмаймын. Жалпы өзім кішкентай балаларым Тамос Education мектепке тапсырдық. Сол мектепте аздан кешке дейін оқиды, барып сол жерде үй тапсырмасын жасайды. Өзінің кружоктары бар, балам баскетболға қатысады, деген сияқты. Қызым 5-ке оқып жатыр, балам да. Мен өзім жалпы білімге енді келіншеміз екеуміз мән береміз, өйткені бұл болашақ Қазақстан, біздің жаңағы кішкентай балаларымыз. Енді біз өзіңіз айтып жатырсыз, ол үлкен маңызды тақырып. Бұл жерде әлеммен бөлісу керек сияқты. Мысалы, мен сіздерге сұрақ қойғым келеді. Жалпы сіздер мектеп ашып жатсыздар. Бұл әлемде енді көптеген анализ жасап мектептер ашады. Біз қазір сіздерге қай мемлекеттің жаңағы білім жүйесі ұнайды өздеріңізге? Мен естуімше Финляндияда жақсы дейді. Мысалы, балаға 7-ші сыныпқа дейін баға қоймайды ба, или 5-ші сыныпқа дейін ба, бағаламайды баланы. Бағаламайды. Өйткені олар бала ғой, еркелеп жүр. Олар айтады, біз баланы экзаменге дайындап жатқанымыз жоқпыз, біз баланы өмірге дайындап жатырмыз. Иә, дұрыс айтасыз. Кейде біз естіп қаламыз ғой. Мен Нұреке, сіздің сөзіңізді кешіңіз бөлген үшін, Дәурен КТЛ-ді бітірді.
Мен өзім жеке өз басыммен КТЛдерді өте КТЛ лицейлерін қазір бил дейді ғой өте оларды сыйлаймын да жақсы көремін. Өйткені білім беру тәрбиесіз ол ешкімге қажет жоқ. Гитлер Югентте Гитлер Югент білесіңдер ғой, бәрі білімді болған. Бәрі білім. Гитлер өзі білімді өте оқымысты адам болды. Оның кітапханасында, жеке кітапханасында 5000 кітап болды. Бірақ бірде-бір тәрбие туралы, бірде-бір әдебиет кітап болған жоқ. Сондықтан да білім тәрбиесіз ол как 0 без палочки дейді ғой. КТЛдерде тәрбие өте жоғары дәрежеде беріледі. Өйткені олардан жас кезінде маған Дәурен айтқан 6 адамға Абишка бар, Аби. Ол солармен бірге өмір сүреді, чай ішеді. Первый среди равных, равный среди первых. И біз бір рет ит тұрған кезде, далада ит жүрген ғой, кішкентай балалар ит тұрады, ол Аби жылады дейді. Шын жастары, көзінен жас шығып, ол деген тура тәрбие, своим примером. Олар арақ ішпейді, темекі тартпайды, жақсы ғана ойлайды, бәрін біріктіреді. Сендер КТЛдың түлектерісіңдер, сендер болашақта ұстаз болу ол жаман, ол не емес, қарапайымдық емес. Ұстаз болу ол өте жауапкершілік өте елге қызмет істеу үшін өте үлкен дәрежеге жұмыс. Мысалы, Германияға барса, КТЛдер қарсы алып алады, $100 береді, қадан болмаса, басқалар булит етсе, тиіссе, қорғайды. Сол КТЛ туралы айтып берші, жаным. Вот жаңа сіз өзіңіз айтып кеткенде ең бастысы КТЛдың осындай жетістікке жету, меніңше шынымен де Абилердің, Аби дейтін енді түркшеден аударған үлкен ағам дегені ғой, Аби. И ходжа дейтін сабақ беретін кісі. Кәдімгі классный руководитель, мұғалім. Мұғалімде 30 оқушы. Бірақ 30-ды 3-ке бөледі. 3-ке бөліп, әр 10-дыққа бір Аби. Аби полное досье ведет по тебе, полностью бәрін қайда жүрсің, кімсің, әкең бар ма, шешең бар ма, қандай нең, какие нужды, ананы бәрін қамтамасыз етіп береді ол. Абилер полное досье саған бар. Кәдімгі бір группада болсақ, бір Аби. Если Нурике по математике отстает, у меня математика лучше, екеумізді после учебы отырғызады. Маған айтады, түсіндіріп берші Нұрланға деп. Вот сондай бір тартатын ең маңызды рөл ойнайтын меніңше бұл Абилер. Енді ходжалар да олар мықты. Рахмет, рахмет. Болдыңыз ба? Жоқ, болған жоқпын. Я хотел бы подчеркнуть, вот, да, мен КТЛді бітірдім, но Tamos Education это казахский бренд, казахстанский бренд. Это гордость Казахстана. Нет, на самом деле. Егер КТЛ, Түркиядан келіп, у них история, столетняя там история, разветвленная филиальная сеть, у них все поставлено, у них все материалы обработанные, проработанные, пробные, у них все протестированные, все готовую систему взять и внедрить, это легко. Но такое создать, как вы, Дәурен аға, с нуля, казахстанский бренд частной школы, Tamos Education, это, я считаю, это очень большое достижение. Рахмет, Дәукешжан. Енді бір полюста КТЛ дейік. Тәрбие тең білім беруге. Екінші полюста тек қана білім беру. Әрине тәрбиеде болған, бірақ ол мысалы класс жетекшілер өзі интуитивті жолымен өздері жақсы адам болса тәрбиелейді. Бірақ Совет өкіметі кезінде енді Аджан сізге менің ең жақын досым РФМШ Республикалық физика математикалық мектеп дүрілдеген, қазір де дүрілдейді. Екінші полюс конкуренция, білім беру, на износ. Сіз РФМШ туралы қандай жақсы сөз, орысша ма қазақша айта аласыз? Біздің мектебіміз үшін айтыңызшы бір-екі ауыз сөз. Плюстары, минустары. Республиканская физико-математическая школа на тот момент, в советский период времени, это было все сливки лучших учеников с Казахстана собирали. А порой у нас даже и с некоторых других республик приезжали. Реально там дети работали на износ. Там меньше было разговора про воспитание, про советского человека. Там было натягивание всех людей на лучшую математику, на лучшее знание математики и физики. Образно говоря, сингапурской современной методики. Современная методика, примерно.
И это было на тот момент, это было Эффективно очень. муштра сильнейшая. Мгм. И вот если вот так вот посмотреть, сравнить, практически 90-95% выпускников Республиканской физико-математической школы – это успешные выпускники, ныне обретшие себя. Рахмет, Алике. Ага. Яркий пример Дәурен. Да, я держал тебя. И, кстати, сейчас нынешние миллиардеры Казахстана все выпускники РФМШ. Практически, да. Кто десең, да? Енді сізге келсек, қарапайым Қызылорда облысының Шиелі ауданының мектебінің бітірдіңіз, түлегісіз. Сіз енді ол ортадағы модель деп айтуға болады. Мысалы, білім тең тәрбие, білім тең білім. Сізде енді кішкене қазағымыздың қарапайым жалпы қанымызда тұрған біз әби демесек те бірақ апай ағай дейміз ғой ешқашан. Сол арқылы қазақтың мектебінде балалар тәрбиелі, қаланың балаларына қарағанда более воспитанные, более человечные. Ну, где-то, может быть, знания остаются, а где-то не остается. Потому что знаменитый математик наш Джумат Жылдаев, он с Кызылорды, с сельской школы, орысша біреу сөйлемеген, МГУ академик. Поэтому Шалтай Смағұлов деген бәрі ауылдан шыққан математиктер. Сондықтан сіз өз мектебіңіз туралы не айтқыңыз келеді, не айтуға болады? Жаңа айттыңыз ғой, жаңа математик, Жұмалдаев, ол кісі жаңа Шиеліден. Мен өзім 45 Асқар Жұмалдаев Шиеліден бе? Иә. Ай, молодец. Сондықтан да бізде де өз Шиелі ауданынан мықты тұлғалар жаңа бітірген, оқыған. Мен өзім 45-ші мектеп Ақорда гимназиясын бітірдім. 6 медальға 5-ке бітірдім. Біз енді жаңа сіздер айтқандай кәсіби түрде енді баға бере алмаймын, бірақ біздің Шиелі ауданында көп ұлтты аудан болғаннан кейін бізде орыс мектептерде болды, қазақ мектептерде көп, бәрі аралас болған. Корейский болған жоқ, біз кәрістер орыс мектепте оқыды. Бірақ бізде сол ұлттар көп болды. Кәрістер, немістер, тағы да ұлттар, шешен халқы бізде көп болды. Сондықтан біз жалпы осы Шиеліге, осы мектептерге, Шиелі мектебіне мен ойымша сол жерде тұрып жатқан халық тұрғында әсер етті. Бізде бір әлемді тануда бізге жеңіл болды деп ойлаймын. Өйткені мысалы біз кейін Қазақ мектебінде ол шын ба, дұрыс па? Мысалы тәрбие енді кейбіреулер айтады басылып қалған деп, балалар басылып қалған. Өйткені ана мұғалімдердің, ұстаздардың абыройы басып жібереді, өйткені кішкене не строймен жүреді, андай көп КВН ойнамай ұяламайды. Ол шын ба? Әлде менің ойымша қазақтың осы еліміздің тәрбиесі, үлкенді сыйлау, ол өте керемет нәрсе деп. Сол сіз бізге түсіндіріп беріңіз, ол адамды кішкене жалпы қазақ мектебінің деңгейі қандай болды дейсіз ғой, ол жалпы сұрақты түсіндім. Жалпы енді қаладағы білім беру жүйесі, жаңа ауылдық жерлерде сұрап жатсыздар ғой. Жалпы өзім жалпы Шиеліде оқығаныма өте қуанам. Жалпы сондай ортада оқығаныма қуанам. Кейін жалпы КВН ойнаған кезде, телевидение жұмыс істеген кезде де және кино түсірген кезде сол мен білім алған орта жақсы ықпал жасаған сезінемін. Өйткені мен өзім айтып жатырмын, Шиелі ауданында өте көп ұлтты аудан болды, көптеген мектептер болды, орыс мектебі болсын, басқа да мектептер. Сол мысалға айтатын болсақ, орыс мектеп басқаша жүйе болды, түсінеміз оны, қазақ мектебі ерекше болды. Мен сол 45-ші мектеп гимназиясын оқыған кезде бір ерекшелігін айтып жіберейін. Жалпы ұйымшылдық жағынан қазақ мектептері өте ерекшеленді. Жалпы бір мерекелерде немесе бір мұғалімнің туған күні немесе мектептің бір субботникке жиналайық дегенде қазақ мектебі әрқашанда бір алда жүретін. Бірлік жағынан, үлкен сол жағынан мен ойымша, енді мен басқа өзге ұлтты мектепті онша емес деп айтқан жоқ, олар ерекше. Жалпы қазақ мектебінің ерекшелігін айтып жатқан кезде ұйымшылдығы мықты болды. Жалпы сондай ортада өзім оқығаныма әлі қуанам. Өйткені мысалы жаңа айтып кеттім ғой, біз Мәскеу қаласына барған кезде өте қиын. Жалпы Мәскеуді өздеріңіз білесіздер ғой. Сол қалаға барған кезде, өз өнеріңді көрсеткен кезде, микрофонмен халық қарап отқан кезде, ол жерде бір не керек?
дейді ғой бір қолдау дейді ғой, сол жалпы шетелден оқып, жалпы казгуда білім алып, казгуда үлкен бір не болды бізде. Мектеп 15 факультеті бар деген сияқты. Сол кезде Мәскеуге барған кезде осы орта маған қатты әсер етті. Ешкімнен қорықпау, біз екінші орынға келген жоқпыз деген сияқты, бір уверенно келдім деген сияқты. Рахмет, Нарек. Менде бір сұрақ, жаңа айтып жатырмыз ғой, біз өзім естуімше, жаңа Финляндияның моделі бар, білім беру, немесе жаңа гонконгский деп жатсыздар, сол модельдер, қай модельдер бізге келеді? Жалпы біз регионға да байланысты шығар. Ол даука сен Иә, сұрақта мен болдың ғой. жаңа ғана біз талқылап шықтық. Қазақ моделі біздің білім берудің моделі деп айтуға болады. Түріктің модельдерінен, мысалы гонконгский моделден ортада тұрады. Қазіргі өте модный бір финский модель дейді, ол бізге финский модель, білім берудің моделі бізде жақпайды. Өйткені бір ұлы өте ақылды адам айтып еді. Финляндияның моделін бізге енгізу үшін бізге 20 миллион финктарды осында алып келу керек біздің отанымызға. Өйткені ол модельдер, эта модель финская строится на доверии. Эта модель строится на высоком культуре уважения к преподавателю, на полной свободе, академической свободе. Оценки, наличие оценок, это не говорит о хорошей системе образования. Но у них детство, во-первых, атмосфера обучения, пространство, образовательное пространство очень так умно обустроено, что на самом деле ребенок может в школе ходить босиком, класс может собраться в любом месте, там большие-большие, как город в городе, школы, которые в любом месте они сели, очень сильно уделяется внимание природоведению, как пойдут в лес, веточку сломать. Но самое главное, в 10 классе, в 11 классе у них есть специальный месяц, ребенок, который выбрал, допустим, телевидение, вот оператором или журналистом, или КВНчиком, он 1 месяц должен обязательно поработать в этом. И бывали случаи, как правило, если вот, допустим, он думал, восхищался телевидением, он месяц поработал на телевидении, все, больше это не мое, хотя он всю жизнь работает. Это очень сильно спасает Профилактика взрослой не жизни. только деньги, да, потраченное образование, не только время, спасает жизни. Финская модель очень хороша. Но она нам не подойдет. Нам надо адаптировать свою модель. Нам надо находить вот из нашей традиционной казахской уважения к старшим, взаимосплоченность. Вот на этой базе мы должны придумать свою модель. И потому что, әр адам өз туған жеріндегі суын ішу керек. Мысалы бізге басқа су жақпайды, или басқа ет жақпайды. Өз ата-бабаларымыз жеген етін жеу керек, дәмін татуге. Сондықтан да біз өз жолымызды табуымыз керек. Ешкімге барлық методикалардың жақсы жерін алып, оларда енді қарап, надо все брать лучшее у всех моделей мира. Поэтому я считаю, что в будущем, дорогие мои друзья, все немножко изменится. Почему? Потому что примерно с 3 класса роль школы хотя бы на 80% займет большой брат. Это искусственный интеллект. Он будет следить за нашими детьми, и большой глубокий электронный след, и он будет уже с самого раннего детства говорить, советовать родителям, ребенку, вам не надо сильно углубляться в математику. Ваш сын прирожденный художник. Давайте ему больше часов дадим. Или химик. Поэтому вот ваше отношение к искусству, сейчас двоякое отношение общества, я лично боюсь. Интуитивно, как бояться всего этого. У меня такая своего рода киберксенофобия к нему. Потому что я насмотрелся фильмы в детстве про роботов, начитался Азейка Азима, восстание роботов, вот это все, как называется, Терминатор 2, 3. И не тем более, қазақша не деуші еді искусственный, қолдан салған интеллект дей ма? Қолдан жасалған интеллект. Қолдан жасалған интеллект болашақта АИ, ағылшынша, искусственный. Ол это зло или добро? Ол жақсы ма, жаман ба адамзатқа? Жалпы жаңадан шығып жатқан нәрседен қорқу қажет жоқ деп ойлаймын. Кезінде мысалы велосипед шыққан кезде де адамдар шошып, мынау не шайтандар бар ма деген сияқты. Барлық жаңадан шыққан нәрседен адам әрине қорқамыз, сескенеміз, өйткені жаңадан нәрсе ғой, бұны дұрыстап қабылдау керек өмірге деген сияқты. Енді жалпы искусственный интеллект жаңағы көп жерде көмектесіп жататын болса, мысалға медицина болсын, жаңағы барлық жүйеде да, яғни біз оған дайын болуымыз керек, және бала шағаны да соған
бейімделу керек. Біз қалып қоймауымыз керек. Мен көп ол жерде ақылшы болмай ақ қояйын, көп нәрсе білемін деп айта алмаймын ол сұрақта, бірақ мен интуитивно жауап берейін. Жалпы біздің адамзат дамып жатқан кезде, мысалы, адам от шығарды, иә? Сол от шығарғаннан кейін соған байланысты адам өзгере бастады. Барлық технология, тамақ жеу деген сияқты. Темір шықты, одан кейін тағы басқа нәрселер, свет пайда болды деген сияқты, көмір, индустриализация, одан кейін жаңағы оның алдында порох дейді, одан кейін мұнай. Жалпы әрбір осы адамзат дамып жатқан кезде бір өзінің бір эпохалар дейді, бір ғасырлар болады, дәуірлері, адамды өзгертетін. Менің ойымша дәл қазір осы соңғы бір 7-8 жыл жаңа дәуір басталып кетті. Бұл жаңағы интернетпен келе жатыр ғой, енді интернет, одан кейін жаңағы одан шығып жатқан дүниелер да, жаңағы соцсет деп алатын болсақ, жалпы телевидение, газет, радио ұтып кетті ғой. Қазір формула өзгеріп кетті, восприятие дейміз ғой. Сол искусственный интеллект ол соның жанында, жаңағы интернет барлығы. Осы заманда біз қазір егемендік алдық қой. Осы 30 жыл біз жас мемлекетпіз. Осы заманды өткізіп алмауымыз керек. Яғни біз қазір енді жасымыз енді 50-ге келіп қалып жатыр. Біз енді қолдан келгенше жасаймыз, бірақ енді болашақ жасайтын осы қазір мектепте оқып жүрген жастар. Менің ойымша біз енді бір ой келіп қалды. Жалпы Кореяда Халю деген движение бар екен, корейская волна деген. Олар қателеспесем 80-90 жылдар ма, енді көрермендер көріп жатса жазып жіберер астына қате болса. Бір жылдары олар эксперттер жасайды, анализ жасайды да қоғамда. Жалпы Корея қалай даму керек деген сияқты. Сол кезде бір кісі үлкен компанияның, есімде жоқ, сол компанияның иесі айтады, жалпы біз машиналар шығарып жатырмыз, ал Голливудтың Парк юрского периода деген киносы, сол Hyundai'дың ба бір жыл шығарған машинасымен тең дейді ақшасы. Бір кино, бір заводтың ақшасымен тең дейді. Яғни Корея кино шығаруда бір индустрияға айналдыруымыз керек, бұған серьезно қарауымыз керек дейді. Олар сол индустрия арқылы, мысалы қазір Кореяның кинолары болсын, сериалдары болсын, музыкасы болсын, біздің жастарға, біздің келіншектерімізге көп әсер етіп жатыр. Соның артында олар үлкен Samsung-тар тұр, үлкен компаниялар тұр. Біздің үйде мысалға келіншегім өзі айтады, Sony ма, жапондық, немесе Кореян Samsung аламыз деген кезде, екеуін таңдап жатқан кезде, келіншегім Кореянікін алады. Өйткені бір симпатия бар, кодын доверие деген сияқты. Ол мягкая сила дейді, сол ары біз өзіміз есептеп көрейік, қанша Samsung жаңа телефон сатады, холодильник сатады, машина сатады, үлкен триллиондаған индустрия. Абылай қарасаң, кино деген не ол, сериал деген не ол, музыка деген не ол. Біз ондай қарамауымыз керек деп енді мен айтайын дегенім, жалпы біз кино түсірейік, музыкаға айналсақ деген ойымыз, жалпы айтып кеттік қой, біз порохтың заманы, көмірдің заманы, ол замандарда біз енді шыны керек басқа мемлекетпен бірге болдық. Бір үлкен бір империяның қатарында болдық дейміз ба. Сол империямен болған кезде біз көп нәрсені жіберіп алдық. Индустриализация, көмір, уран шықты, мұнай шықты. Адамдарды, мемлекеттерді дамытып жіберетін кезеңдерді өткізіп алды Қазақстан. Енді біз қазір егеменді қалған кезде не істейміз енді? Көмір болса емес, уран болса емес, мұнай бәрі көршілермен бірге жасау керек деген заңдылықтар бар. Енді мынау жаңа айтып жатырмыз, искусственный интеллект, интернет, осы заманда біздің қоғам жібере алмау керек. Енді кәрістер 100 миллиард, 200 миллиард доллар жаңағы өздерінің корейский формуласын өмірінің әлемге танытып жатыр ғой. Ар жағында жаңағы технология тұр, Samsung соларды сатып жатыр да. Енді сіз әлі де кеш емес деп ойлайсыз? Иә, әлі кеш емес. Мен ойлап отырмын да, қазіргі кезде бір ой келіп қалды, жаңағы бір әзіл, бір позитивный ой. Бұл енді жаңағы бір ойланып, бір толғанып шығарған ой емес. Мен ойлап отырмын да, қазір бір енді қанша елімізде ақша бар екенін білмеймін енді, бірақ көп ақшаны бір 50 миллиард доллар болсын, осы білімге жіберсе деп ойлаймын да. Мысалы, кәрістер жаңағы маркетингке жіберсе, жаңағы мягкая сила, өнерге жіберсе көп ақшаны, жаңағы технология. Біз енді олардан қазір біздің жолымыз, біздің болашағымыз білім беру и искусственный интеллект. Иә, вот біз енді қазір технологиядан дәл қазір ол жете алмаймыз ғой. Оны кім жетеді? Біздің бала шағамыз жетеді. Сол ойлап отырмын да, біз басқа мемлекеттер сияқты олар кезінде көмірге көп ақша алса, мұнайға көп ақша алса, жаңағы кәрістер технологияға шықса, біз енді егемендік алдық. Біз не істейміз? Біз неге ақша саламыз деген кезде, мен ойымша қазіргі осы 50 миллиард доллар, білмеймін қанша ақша салуға болатын, осы білімге салса деп ойлап отырмын да. Бізде қазір Times Education бар, жеке компания, жеке ғана жетеді миллиард. Мен енді Дәурен, сіз өзіңіз, сіздің пікіріңіз қандай? Artificial Intelligence дейді. Artificial Intelligence, одан қорқудың қажеті жоқ. Ол енді дамып жатса,
Ну, развитие это развитие бояться не надо. Конечно, это будет плохо с развитием там оружия, люди там умирали и так далее. Но это будет развиваться в любом случае. И это неизбежно. Неизбежно. И то, что неизбежно, оно в Можно смысле, реплику? Да, Адеке как раз хотел вопрос. Жасанды интеллект. Жасанды, ой, интеллект, да. молодец. Рахмет. Сен көріп алдың ба Гуглда? Рахмет. допустим, вот Ал, Google сіз, көмектесті. сіздің большие, де, сіздің- большие минусы какие? Большие минусы, вот, допустим, Amazon, одна из триллионная компания Америки, там планирует чуть ли не сократить сотрудников на 70%. То есть люди остаются без работы, потому что их будет заменять искусственный интеллект. То есть, но это приведет к тому, что Amazon, он свои косты сократит по развитию, и он будет реинвестировать какие-то вещи на развитие чего-то другого. Поэтому в любом случае любое развитие, как бы там Илон Маск не боялся, там, что это приведет к какому-то судному дню, апокалипсису, там, терминаторскому, это неизбежно. Да, То что есть это в любом за- случае это развивается, он уже есть, и это неизбежно. Да, что-то будет очень что-то плохо, но я думаю, в любом случае это будет положительная динамика, потому что если То есть все зависит от того, в чьих руках окажется это орудие, да? да, потому что человек буквально 200 лет как победил голод. 200 лет. И Он еще то не не, победил еще не до конца победил. А Я думаю, относительно... 17% в мире То сейчас, есть ну. всю жизнь не доедали. А то буквально всего лишь это 200 лет. Я 25 лет поддерживаю Всего лишь назад- ваше 200 мнение. лет, да. Я 25 лет назад я в общаге жили, Да. но Вообще не жили, не доедали, да? сложно было. Ну, 25 лет назад. да. Вот я к тому, что да. Вот 200 лет назад мы всего лишь вот как победил человечество. Поддерживаю ваш тезис вот, Относительно, да. относительно развития. Даже вот орудие массового поражения и так далее. Человечество изобрело, но тем не менее атом сейчас используется на благо, Да. на Мирно благо целится. человечества и так Мирный далее. атом. И второй тезис короткий. Введение искусственного интеллекта, как вы уже сказали, да, он много-много профессий обрубит. Да. Многих профессий уже не будет. Но я прочитал вчера такую заметку удивительную. В ближайшее время бум миллионеров в Америке в ближайшее время ожидается среди плотников и сантехников. То есть руки нужны. Тех, кто Не руками заменит, да, работает. их не заменит. Их искусственный интеллект не заменит. Да? Искусственный интеллект может выдумать песню, написать сценарий, нарисовать картину и так далее, ввести программу, в конце концов. Срочно вместо тебя. изучайте ремесло плотники. И я сейчас хотел бы сказать, что вот сейчас нам нужно, молодым людям, многим, прям их вот адресно отправить в высшее образование, получать инженерные специальности. Инженеры, те, которые будут управлять или где-то рядом с искусственным интеллектом находиться. Түсінікті, Әдеке, рахмет. Енді уақытымыз тығыз қазір, сондықтан да соңғы тақырыпты мен сендерге вот ол құрметті достар, сіздер жассыздар. Бізге қарағанда біз кішкене енді салиқалы, өмірді көрген адамдар. Сіз қалай ойлайсыздар, болашақта технология, жасанды интеллект, ол халыққа, қазақ халқымызға жақсы ма, әлде бұрынғы қазақтың дәстүрімен, бұрынғы қазақтың жолымен, ел деген ұғыммен бір-бірімізге енді қазіргі заманда қазақ ел деген ұғымды ұмытып жатыр. Маған апам айтушы еді, бірінші елде болсын. Мен апа неге бірінші елде болады? Жоқ, бірінші елде болса сенде де болады. Қазіргі барастар жоқ, 1 миллиард доллар жасаймын да, ұрлаймын да, не қыламын да, Эмиратқа, Англияға қашып, сол мақсаттары, армандар сол. Елді ешкім аз ойлайды адамдар. Бірақ елді ойлау үшін мысалы Индия түгел кедей болса да, олар бақыт, өз-өзін бақытты деп сезінеді. Еуропада қаншама $1000 ақшалары болса да қалтасында олар бақытсыз адамдар. Ең бақытсыз адамдар кім, мысалы фондовый рынокта ойнайды ғой, Дәурен біледі. Кім біздің әлеуметтікке жақсылық мектеп ашып, мен туралы айтып жақсылық жасамаса, солар ең бақытсыз адамдар. Мысалы покер ойнаған адамдар жай ғана фишка $1 миллион ұтып алады, бақыт деген сезімді жоқ. Неге бақытты емес олар? Өйткені елге пайдасы жоқ. Енді өз-өзіне пайда жас. Сондықтан да бұл дилемма ғой, не жақсы? Бай
дамыған ел болуымыз жақсы ма, бірақ бүкіл дәстүрімізді, ұғымымызды ұмытқан ел әлде Түркмения секілді қарапайым, бірақ өте бақытты ел болып қалған жақсы ма? Сіздің пікіріңіз Нұреке? Бай қуатты болайық. Байқуатты болайық ағайын. Қуатты болайық ағайын. Енді әрине мына заман өзгеріп жатыр. Біздің балаларымызда қалмау керек, бізде де технология болу керек, жасанды интеллекттен де қалып қоймауымыз керек. Оның бәрін қалмау үшін әрине ол жерде үлкен қаражаттар бар. Ол қаражаттарды қайдан табамыз? Сондықтан да барлығымыз жалпы еңбек етуге тырысуымыз керек қой. Енді өзіңіз де дұрыс айтасыз. Көп мемлекеттер жаңа ақша тауып, нені жоғалтып алады дейсіз ғой өмірді. Біздің өмірімізге, дәстүрімізге, өмір сүру формуламызға сәйкес дамуымыз керек деп ойлаймын. Мысалға, енді оны да енді көп біле бермеймін. Саудия Арабиясы болсын, көбісі мысалға жаңағы футболы болсын, мысалы кім ойлады кеше ғана Саудия Арабиясында футбол жақсы ойнайды деп, жаңағы адам көп барады деп. Ол басында бәрі ойлады, жаңағы Криштиану Роналду, Неймар шақыру, ол сырап жаңағы жай пантуица деген сияқты. Жоқ, былай қарасаң, Криштиану Роналду 640 миллион подписчигі бар. Неймарда 300 миллион мүмкін там. Неймарда там тағы біреулерде олар бір ай, 2 айда өз елдеріне 2-3 миллиард трафик алып келді, интернет трафик. Олар өздерінің үлкен бір қалаларына соғып жатыр. Бір олар жаңағы мистер Бист деген кісі бар, ютубта бірінші орында, қателеспесем, жастар көреді оны. Соны Сауди королінің өзі мистер Бистпен бір столда отырып келісіп жатыр. Неге? Олар қазір заманауи трафик деген нәрсені мойындап жатыр. Интернет трафикті. Сол сияқты мен ойымша бізге де жаңа арабтар мысалы ешқайда көшпей-ақ өз елдерін әдемі қылып жатыр ғой. енді жаңа Дубай болсын, Бахрейн болсын, Катар болсын. Бізде Қазақстан бай, қуатты өмір сүруге үлкен мүмкіншілігіміз бар деп ойлаймын. Тек қана жаңа байлығымызды айтып отқан жоқ, біздің халқымыз өте мықты, өзіңіз айтқандай текті елміз, біздің тарихымыз өте терең. Біз айтады ғой кейде қазақ хандығы кеше ғана ашылды деген сияқты. Жоқ, біз қандай миллиондаған жыл көшпенділер бұл жерде тұрған, біз өзіміз дәстүріміз бар, өзіміз заңдылықтарымыз бар бұл кең даланың. Сондықтан да бұл жерге қаншама ұлттар келіп Ол жатты. цивилизациялардың ұрпағымыз. Әрине, осы күшті сөз. Ұлы цивилизациялардың ұрпағымыз. Мы потомки великих ханов дейді. Жаңа бізде тарих болған, бізде тәрбие болған, заңдылықтар болған. Бұл жерде біз ана шелковый пути, жібек жолы дейміз. Жібек жолы да бір болмайтын жермен жүрмейді ғой. Заңдылықтар болмаса. Бұл кезде андай не айтады, жаңағы камералар болған жоқ қой, сергек. Көшеде кетіп бара жатқан бір итальянецті сабап тастаса да болатын еді ғой ана ғасырда. Бірақ олар аман есен Қытайдан Италияға жетіп жатты. Яғни бұл кең даланың тәрбиесі болған, тектілігі болған. Бұл елге жаңа дұрыс айтасыз, өте дұрыс сұрақ. Жалпы қалай біз дамуымыз керек? Ол сұрақтан енді специалист емес, енді бір Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, әке ретінде, өзім отбасым бар, өзім уайымдаймыз ғой болашаққа. Сондай азамат ретінде айтып отырмын, специалист ретінде емес, маман ретінде емес. Жалпы біз күліп ойнап, жаңа бақытты Қазақстан болғанды қалаймын. Бақытты да болайық, Бай да бай да болайық. Әрине, Күліп ойнап жүрейік. әрине, керек қой бәрі. Вот что вы думаете, все-таки есть понятие индекс счастья. В Индии он зашкаливает, там 99% люди счастливы. На всю семью $100 зарабатывают, поют песни, любят детей, любят... Индия, Да, любят создавать. Но сейчас она еще и высокотехнологическая страна в плане квалифицированных кадров. Все программисты, но они по всему миру, да? В той же Европе нету, люди потеряли, что такое счастье. Индекс счастья на нуле. Хотя там в той же Исландии, допустим, 10 тысяч, может, 20 тысяч долларов средняя зарплата. Как вы думаете, наш казахский путь, это все-таки европейский, азиатский или посередине где-то? Я вам скажу такую вещь. Ровно, в течение месяца, наверное, назад я выставил пост о том, что такое индекс счастья. Вот 25-й год. Срез на июнь месяц в 25-м году. Как вы думаете, Казахстан в Азии по индексу счастья 6 параметров было? Уровень зарплаты, уровень отношения к правительству, терпимость коррупции, взаимодействие между людьми и так далее. 6 параметров. Казахстан на каком месте был в Из Азии? каких? В Азии условно там 40 государств. Все или центральный? Из всех стран азиатских. Как вы Или думаете? первый, или последний? Просто вопрос. Раз ты так На спрашиваешь, третьем месте. на третьем месте? На первом месте Сингапур по индексу счастья. На первом месте Сингапур. Ага. На втором месте Малайзия. Южная Корея, Япония. Все они сзади нас. Ага. Все.
Казахстан на 3-м месте А по второе уровню место индекса Малайзия? счастья. Я, честно говорю, сейчас не Обожжен. знаю, Сингапур. Сначала подумал. Но в общем индексе счастья по всему миру 43-е место Казахстан. Это хороший. 43-е. Самый лучший Хороший. Литва, Ага. 16 место из постсоветских пространств. Потом мы идем. Грузия и мы идем. Что-то какие-то Первые альтернативные места. данные у вас? Нет, Да? у меня есть все. Да? Первое место вообще в мире Ага. скандинавские страны. Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Финляндия. Ну понятно, это немножко другие критерии там оцениваются, да. Викинги. 6 параметров. Они А, в этот индекс женщин брали? Всех, Статистику. всех. Даже сен өзі не ойлайсың былай. Ну, Қысқаша бұл, қысқаша айтқанда. не тұрады. Қай жол бізге жағады, қазақ еліміз солға барамыз ба, оңға барамыз ба, тура кетеміз бе? Тура жолмен жүру керек. Ага. От точки А до точки Б. Біз қазақта Прямая қазақтың линия, самый халқымыз короткий тек путь. қана тура, тек қана алға жүреміз, иә? Алға, тек қана Алға алға. жүрмесек, кругом и алға, да? Алға жүрейік, бай болайық, бақытты Ай, болайық. әумин, Все, әумин. тек қана сол. Айтса да Қайрат пен Пафостың ойыны жақындап келе жатыр. Соған енді жылны киіну керек, кішкене шарфыларымызды, свистоктарымызды алу керек. Футбол туралы мен өте бір ерекше менің Пікіріңіз бе? пікірім бар. Футбол, индекс счастья сильно зависит от развития спорта и философии футбола. Футбол – это спорт номер один. Те страны, в которых футбол не развит, находятся в состоянии депрессии. Особенно мужская часть населения. Если мужская часть населения в депрессии, естественно, женское население будет в депрессии. Вот я не буду указывать пальцем, да, но вы сами понимаете, кого я имею в виду, в том числе и нас, в том числе и... И вот представьте себе в Узбекистане, да, в Узбекистане узбеки вышли, это фантастика, на следующий чемпионат мира. Да, Браво. поздравляю. Азербайджан, когда Хайрат вышел в УЕФА, они все за нас, узбеки, азербайджанцы за нас искренне радовались. Я так рад за Узбекистан, за братский народ. Это мы один народ, считаю, что. Поэтому я обязательно всеми правдами и неправдами хочу туда поехать. И вот теперь я уверен, что вот каждый узбекский мальчишка, 13-летний подросток, он будет, у него индекс счастья. Его страна побывала на чемпионате мира. Я надеюсь, что вот индекс счастья наших детей, наших казахстанских подростков тоже в скором времени Кайрат сильно вот дал вот эту Да. амплитуду, да, критическую массу нарастится. Я думаю, рано или поздно при нашей жизни наша сборная выйдет на чемпионат мира, и тогда мы создадим и запишем подкаст Тамос Токс номер 2. А сейчас Кайрат чемпион. Алга. Мы прошли 80-летний. Давайте. Рахмет бәрімізге, рахмет. Сіздерге рахмет Көп шақырғандарыңызға. рахмет. Көпшілік кетпейік. Мен жалғастыра берсем да, жаңағы біз айтып жатырмыз ғой индекс счастья, да? Скандинав мемлекеттерін айтып кеттіңіз ғой, Норвегия, Дания, Финляндия, да, мысалы. Это неправильный рейтинг, я вам Исландия. точно скажу. Самый первый саған индекс айтамын. счастья Жоқ, в Индии. бар ғой енді интернетте. Не, Разные рейтинги. Соны былай қарасақ болмай ма деймін да, олар енді бәрі викингтер ғой. Солтүстік халықтар, иә. Неге олар бақытты? Өйткені мен ойымша сол мемлекеттер өзінің өмір сүру образдарын Қалдырды. қалдырды, иә. Өзгерген жоқ, олар өздерін балық ұстайды, өздерін сол жақта көшпейді. Мен мысалы норвежцтерді, басқа мемлекеттерде бір көп жұмыс істеп жүрген көрмейсің. Америка болсын, басқа жер болсын, бір өз еліне, өз образдарына кәдімгідей қатып қалған олар. Және де әлемде дамытқан нәрсемен бірге дамып келе жатыр. Сонымен де ойлап та біз кезінде өзіміздің образымызды жоғалтып алдық. Жаңағы бізде коллективизация болды, ауыл шаруашылығын жаңағы алып қойды, мал шаруашылығы бәрі, біз ана неде барактарда тұрыңдар, квартирада тұрыңдар. Біздің қазір жайлауымыз 6-шы этажда балкон болып тұр ғой. Барлықтарыңызға рахмет. Енді этот келесі рет скучал, не скучал, шучу, скучал. Рахмет. Рахмет.